Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қашықтықтан оқыту жағдайында кезеңдеп сурет салуда актіні пайдаланудың тиімділігі натюрморт. Сабақтың мақсаты алған білімдерін практикалық жұмыстарда ұштастыру, үйлесімділік, қағаз бетте дұрыс орналастыра білу, кезеңдер бойынша сурет салуды меңгерту. Аталған тақырып жаңа ғылыми мазмұны бойынша бастауыш сыныптарда көркем еңбек пәнін оқытуда визуалды өнер бағытында оқытылады. Натюрморт туралы айтатын болсақ, натюрморт алғаш рет 17-ші ғасырда Голландияда, Испанияда пайда болды. Натюрморт бұл табиғатта, оқу шеберханасында, арнайы бөлмелерде, жабдықталған бөлмелерде салуға болады. Алдарыңызда көріп тұрған суреттеріміз бұл табиғат жағдайындағы суреттер пленерлер деп аталады. Бейнелеу өнерінде натюрморт үш түрге бөлінеді. Оқу натюрморты, тақырыптық натюрморт, сәндік натюрморт. Оқу натюрморты дегеніміз аты айтып тұрғандай, оқып жаттығу үшін қойылатын натюрморттар. Бұл натюрморттар жас ерекшеліктерін есепке алған дұрыс. Қарапайым дүниелер қойылады, 2-3 заттан тұратын жемістер, көкөністер және тұрмыстық ыдыстар. Өздеріңіз мына суреттен көргендей. Тақырыптық натюрморттың композициясы қарапайым, шынайы болып келеді. Бұл жерде қойылатын заттарды суретші өз жағына пайдаланып қойып кеткенде әсер қалдырады. Тұрмыстық заттар, музыкалық аспаптар, тағы басқаларын көруге болады. Келесі натюрморттың түрі сәндік натюрморт. Аты айтып тұрғандай, сәндік натюрморт сәндеу, безендіру үшін қойылатын суреттер, шығармалар. Натюрморт салу кезеңдері 4 кезеңнен тұрады. Бірінші, зат бейнесінің орналасуын анықтау, компоновка. Екінші, құрылымын табу. Үшінші, пішінін айқындау. Төртінші, суреттің аяқталуы, қорытындылау. Суретімізді бастамас бұрын бірінші тақтамыздағы ашылған қағазға көкжиек сызығын салып аламыз. Көкжиек сызығы көзден кейін орналасады. Қарапайым екі зат дедік. Алмұрттан құралатын болса, мысалы, табан белгілейміз, үстін белгілейміз. Осы жерде бізде мынандай кішкене төртбұрыш пайда болуы мүмкін. Екінші, алманың орналасатын жері төртбұрышсыздар. Яғни ата қыртыстар дейтін болсақ, оларында орналасуы сызып белгілеп кетуге болады. Екінші кезеңде жайық аталған төртбұрыш, үшбұрыштың ішіне салатын затымызды сұлбасын келтіреміз. Алмұрттың, алманың, артық сызықтарын өшіреміз. Үшінші кезеңде артық сызықтар өшіріледі. Тақтаның көмекші құралдары арқылы біз заттарымызды бояй бастаймыз.
кезең тапсырмасы орындалды. Келесі 4-ші кезең соңғы қорыту бөлімінде біз қалған бөліктердің бәрін бояп, жылт, көлеңке, меншікті жергілікті көлеңкелерді тауып, жұмысымызды аяқтаймыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жұмыс аяқталды. 4-ші кезең, заттар тұтас боялды, маталар боялып, көлеңкелері, бұл жерде жаңағы білек деп атаймыз, барлықтары салынып, аяқталды. Жұмысты қорыту, аяқтау 4-ші кезеңнің негізгі мақсаты, міндеті осы. Келесі сіздерге көрсететін әдістің бірі, бұл сабақта жиі пайдаланатын салатын затымызды геометриялық денелерге жіктеп салған өте тиімді. Мысалы, мына аталған құмыранды салатын болсақ, бұл құмыраның бүйірі домалақ болып келеді, мойны бар, құлағы бар. Осының бәрін бала сызып отырмау үшін мен бұл жерде мынандай әдісті қолданамын. Кез келген геометриялық денені аламын, мысалы 3 бұрыш, 4 бұрыш, шеңбер, трапеция, тағы басқалар. Осыған мен ыңғайлап өзім пішіндеп сондап аламын. Бұл қалай болады, қалай жүзеге асады, оны қарайық. Мысалы, жаңағы құмыраны салу үшін мен оның бүйірі домалақ шеңбер болып келгендіктен мен мына дүниені аламын. Бұның орталарында жаңағы нүктелі, үзілмелі сызықтармен қосылған. Осыны апарамын да, мен мына дайын тұрған суретке апарып қоямын. Не істеймін одан кейін? Жүргізіп аламын, былай домалақ. Осы шеңбердің бойымен домалақ етіп жүргізіп аламын. Бұл мысалы шеңбердің бүйірі деп есептейік. Енді мойын салу үшін мен мынандай трапецияны қолданамын. Оған да жаңағындай орта сызығын әкеліп қоямын, түгелін қойдым да, не істеймін? Жүргіземін былайынан. 2 деп жүргізіп аламын. Жетпей тұрған жерлері қолмен қосылады, әрі қарай былайынан. Енді мысалы бұның мойны бар. Мойнынан мен мысалы мынандай трапеция пайдаланамын. Трапецияны әкеліп қоямын, мына сызықтың бойына қараймын. Былайынан әкелемін де, оны жүргізіп, не істеймін? Бастырамын. Бұл жаңағы бастауыш бөлімінде оқитын студенттерге өте тиімді, жаңағыдай симметриялы болып шығады, оның жағы сол жағымен бірдей болып шығады. Енді қалған дүниелердің бәрін өзіміздің ойымызша, қалауымызша қосып түзетіп алуымызға болады. Құлағы, табаны, мысалы бұл жерде былайдан қосылады. Міне осындай әдіс арқылы тез орындалады. Кері байланыс адапты сенімді әдіс арқылы жүргізілді. Бүгінгі сабақта қашықтықтан білім беру кезінде актіні қолданып, кезеңдер салу, натюрморт тақырыбындағы сурет салудың элементтерімен таныстық. Егер осы аталған тақырып бойынша жүргізілген сабақ жас маманға көмегі тиіп жатса, құба-құп деп білемін. Назарларыңызға рахмет.